Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өте керемет рогаликілер дайындайтын боламыз. Бізге қажет заттар ұн, қант, сары май және де жұмыртқа ас содасы. Және де мен бұл жерде осындай сұйық творог, яғни сүттен сүзіп алынған қолданып жатырмын. Сіздер айран, творог қолдана берсеңіздер болады. Кейін оған ас содасын салып араластырамыз. Себебі бізде осындай реакция жүреді. Если осылай жасасаңыздар, сіздердің рогаликілеріңіз өте керемет болады. Кейін оған ерітілген сары майымызды құямыз. Осылай реакция жүріп болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Одан кейін қантымызды саламыз. Барлығын салғаннан кейін араластырып, ұн мен ас содасын салып осындай қамырымызды илейміз. Қамырымызды 4-5 бөлікке бөлеміз. Әр қамырды орташа етіп жайып, жақсылап осылай кесіп, рогаликиларымызды ораймыз. Если начинка бар болса, қоссаңыздар болады. Бірақ бұл жерде мен творог қосқаннан кейін начинкасыз-ақ өте дәмді болады. Қызарғанша пісіріп аласыздар. Бұл рогалик өте керемет болады. Сол себепті міндетті түрде дайындап көріңіздер. Если видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!